Баршаңызға сәлем қыздар, сіздермен мен Нұржамал, каналыма қош келдіңіздер. Қыздар, біз бүгін осындай дәмді, жұмсақ болып шығатын, иісі деген керемет синнабон, яғни корица қосылған булочкалар дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға сүтіміз жылы болуы керек. 2 жұмыртқамызды, сары майымызды, сары май бөлме температурасында еріп тұрған сары май болуы керек. Қантымызды, дрожжымызды салып, електен өткізілген ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Достар, менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Астына өз пікіріңізді жаза кетіңіздер, лайк басып, қолдау білдіріңіздер. Мен үшін ол өте маңызды. Иленген қамырымыздың көтерілу үшін жылы жерге қойып қоямыз. Қыздар, біздің қамырымыз әдемі болып, жұмсақ болып көтерілді. Біз енді осыны пісіріп алу үшін ең бірінші табамызға, яғни өзіңіз пісіретін формаға арнап, қағаз төсеп аламыз. Пісіруге арналған. Бұл менде паклан. Пакланның сапасы өте жоғары. Ешқандай торт пісіру барысында жабысып қалмайды. Уайымдамасаңыздар да болады. Формамыз дайын. Енді қамырымызды жайып бастаймыз. Қамыр жаю барысында астына кішкене ұн сепсеңіздер болады, жаюға оңайырақ болады. Ені мен ұзындығы әртүрлі болу керек, яғни ұзындығы ұзын болсын, ал ені 60 сантиметрдей болса болады. Себебі рулеттеріңізді, синнабондарды ораған кезде қатты үлкен болып кетуі де мүмкін. Сондықтан өзіңіз көзбен мөлшерін есептеп жайыңыздар. Бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды бір тегіс етіп қамырдың бетіне жағып шығамыз. Қамырдың бетіне жаққаннан кейін 10 грамм корица мен 2 ас қасық шекер салып, екеуін араластырып, бетіне бір тегіс етіп жайып шығамыз қамырдың. Синнабондарды кез келген креммен ұсынуға болады, немесе крем жоқ болса, кремсіз де жеуге болады. Булочкалар өте дәмді, корицаның иісі деген керемет шығады. Кесілген синнабондарды форманың ішіне салып, араларын сәл алшақтау қоюға кеңес беремін. 2-3 сантиметрдей, себебі тесто тағыда 20-30 минутта тұрған кезде көтеріліп ісінеді булочкалар. Менде 18-17 синнабон шығады осы рецептімен. Синнабондарымызды кесіп болғаннан кейін дәл осылай видеодағыдай етіп түп жағын бекітеміз. Себебі шекер мен сары май еріп астына булочкадан түсіп кетпес үшін астын видеодағыдай етіп бекітіп шығамыз. Мен қазір видеода көрсетіп жатырмын. Дәл осылай астын бекітіп шығыңыздар. Синнабондар көтеріп болғаннан кейін қызып тұрған пеште 180-200 градуста пісіріп аламыз. Дайын болған булочкаларды шаймен ұсынсаңыздар болады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер қыздар. Рецепт ұнаса комментарий жазуды, немесе достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Нұржамал. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерде де дәл осындай керемет булочкалар, синнабондар шығуына тілектеспін.